Құрметті достар, көрермендер, міне Алла қаласа бүгін мен машинаның дворнигін алмастыруға, яғни тазалаушысы дейді қазақша айтқанда, әйнек тазалағыш. Әйнек тазалағышын алдым, және сіздермен бірге осы әйнек тазалағышты қалай ауыстырамыз. Бірге тамашалаймыз. Кеттік. Мінекей, алдымен көнені шешіп аламыз. Ол үшін горизонтальны көлденеңінен қоямыз да, төмен қарай бассақ, міне оп-оңай ағытылады да қояды. Енді жаңа тазалағышты аламыз, әйнек тазалағышты. Және оның ішінде ортасына кигізілетін защелка дейді ғой, ортасына кигізілетін жаңа крючогы бөлек болады. Отдельно соны бөлек әуелі кигізіп аламыз тазалағышқа. Мінекей, орнына түсіріп аламыз да, және оны жаңағы процеске кері қарай, міне, орнына кіргіземіз да, жоғары қарай көтереміз. Мінекей, орнына түсті, және дворник міне дайын. Яғни сол жағындағы водитель жағында дворнигін кестік. Енді келесі оң жағындағы дворникке көшті. Міне шешілу процесі өте оңай және қарапайым. Көтересіздер, төмен қарай көлденеңінен қойып басасыздар. Және жаңа тазалағышты жинау барысында тазалағыштың ішінде несі болады, крючок, соны орнына саласыздар да, дәл жаңағыдай Т-образный қылып қоясыздар, басын Т-образный қылып қоясыздар. Сосын неге кіргіземіз? Кіргіземіз де, және жоғары қарай көтереміз, крючокқа кигіземіз. Мінекей, дворнигіміз дайын.